Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бір адам бәрін жасай алады дегенге сенбейтін едім. Жалпы, соның бір себебі Илон Маск және біздің қазақтың өзіміздің Илон Маскымыз бар, бірақ өзіміздің Дональд Трампымыз бар десем болады. Ол Айдын Рахымбаев. Сіздер бұл кісіні танысаңыздар, қалай танысыздар? Жақсы адам ба, жаман адам ба? Комментарий жазып кетіңіздер. Өсек ретінде емес, енді өзі де қызық ретінде оқиды ғой, мен туралы не деп жатыр екен деп. Хотя өзі айтты, бұда уақыт вообще жоқ енді. Реально ол бизнесмен болғаннан кейін мұндайға көп жұмыс жасайтын адам байларда вообще уақыт болмайды. 2020-да ковид койкалар Китай сияқты 3 аптада салған, осы VA Group салған барлық бүкіл Қазақстан бойынша. Осы генеральный директор, және Айдын Рахымбаев 5 мыңнан аса, бірінші Аллахтың қалауымен, екінші Айдын Рахымбаевтың арқасында 5 мыңнан аса бала шетелге сатылып кетпеген, анасыз қалмаған, жетім қалмаған. Осы Айдын Рахымбаев идея лақтырған өзінің банағы акционерлеріне. Давайте осылай дом матери дегенді салайық. Дом матери салғаннан кейін осылай балаларды өзіміз паналайық. Мысал ретінде көрсетейін. Мысалы, ана туады, оны мусорға лақтырудың орнына, жерге тастап кетуіне, туалетке лақтырудың орнына, дом материға келеді, банағыдай осы Айдын Рахымбаевтың проектісіне. Оған анонимно барлығын көмектеседі, бесплатно тамақ береді, киім береді, душ, муш, тегін тұратын условиясы өте жоғары сапада. Көрдіңіздер ғой, мысал ретінде біреуін көрсеттім. Және де больницаларға баланы тапсырар алдында, мен баланы асырамайын, болды, мен асырай алмайын деп баланы тапсырып кетудің орнына, мындайықта күтіп алады уже Айдын Рахымбаев компаниясының менеджерлері. Давайте балаңызды біз қараймыз, тегін осындай жыл барлығын сізге өз счетымызға аламыз, тегін дейді. Көрдіңіздер, осындай проект қандай керемет проект. Бірінші Аллахқа, екінші Айдын ағамызға үлкен рахмет білдірейікші. Бір түрі бір қорқынышты көрінеді, маған. Бір 90-шы жылдарда бар осындай. Ол өзі айтуы бойынша енді ешкіммен связан емеспін дейді, үкіметтің проектілерін алатын біз ондай емеспіз дейді, үкіметтің проектілерін алғымыз келмейді дейді. Біз көбіне частныймен жұмыс жасаймыз дейді. Бірінші жер сатып аламыз, одан кейін стройка саламыз, ЖК, білесіздер, VA Group'тың нелері. Және көптеген проектілер бар. Соның ішінде частный школа салған, платно. Және үкіметке де мектептер өз қалтасынан салып берген. Өте керемет, шыны керек. Осындай үкімет осындай адамдарды негізіне бағалау керек деп ойлаймын. Міне әдекеңнің 6 баланың әкесі, машаллах, міне өзінің проекттері. VA Group. Ең главный сұрақ қойма, Тимур Балымбетов. Айына қанша таза доход табады екен, сол қызық маған. Бәріміз қызық сияқты. Айқанат, что-то мынаны білмедім. Молодец, негізіне осындай бизнесмендер, неге біз критиковать етеміз осыларды? Бизнесмен дейтін осылай ашық өмірін көрсетіп бір приятно ғой. Қанша миллион компания білеміз. Миллион компанияның біз бастығында білмейміз ғой. Ал біліп не істейсің десең, біліп приятно, осыларға қарап кішкене, осылай өмірсіздер, машаллах деп кәдімгі. Мен қуанам, сіздер де қуанып біліңіздер біреудің еңбегіне. Бұл созидать еткенін жақсы көретмін, қанша адамға көмек көрсетіп жатыр. Әйелде баяғы, жалпы андай мағынада айтамын. Жас қыздар болса да болады ғой, мысалы, өзінің әйелі Айдын қарап отырса, Айдын аға қарап отырса, Айдын аға жарайсыз, еңбегіңіз биіктей берсін, көтеріле берсін, тоқтамаңыз. Сіз мыңдаған адамға жұмыс тауып берушісіз. Қарапайым, молодец. Біліп жүремін, жазылыңыз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Подписчигі, машалла, көп екен. Мысалы, Айдынға
бір айда 10 миллион подписчик жинай алады. На топ ашылған қараңыздар. Тіпті оны подписчикке де қызықпайды өзіне. Қалай жинай алады? Гифке қатысып, реклама жасап, мысалы. V-групптың несі алады? V-групп, ладно. Ол компания. Так, сіздер танисыздар ба бұл кісіні? Иә. Комментарийға жазып кетіңіздер. Және лайк басып кетіңіздер. Иә, осы видеоға. Сосын қызыл кнопка бар, подписаться деген. Соны басып қоясыздар ма?